Так, инверсия. Инверсия бізде емес деген емес деген сөз. Яғни терістеу немесе болмаса инверсия деп операция аталады. Бұл операциялық нәтиженің нәтижесі жаңа айтылым болып табылады. Жаңа айтылым дегеніміз не? Мысалға, А болатын болса, А-ны терістесек не болады? Мына жерде Б болады. То есть бірдің теріс мәні 0 болады. Ал 0-дің, наоборот, теріс мәні 1-ге тең болады. Так, енді давайте мынаны мысалдармен көрейік. Так, мына жерде 40. Мынаның мәні не болады? 0. 0. Иә, 1 мен 0-ды көбейтеміз да. Енді жақшыға аламыз да, терістейміз. Теріс деген кезде қараң, екі түрлі несі бар, белгісі бар. Либо үстінен сызамыз, либо астына мынандай белгі қоямыз. То есть бәрібір. Үстіне былай қойсақ, бұның мәні неге тең болады? 1. Иә, то есть 0 шығады, 0-ды терістейміз, 1 болады. Және бұл жерде осы логикалық операцияларды бір ескеретін не? Ескеретін жайт, жақшаның іші бірінші орында алады. Түсінікті ғой? То есть бізде адамдар математикалық есеп шығарған кезде көбейту қосу отырса, бірінші қайсысын орындаймыз? Көбейту. Бірінші көбейтуді орындаймыз да. Ал егер там қосу амалын жақшаға алып тастасақ, бірінші қосуды орындаймыз. Түсінікті ғой? Мгм. Так, мысалға міне былай ғой. Так, көбейту отыр, және одан кейін қосу. Қосамыз с-ны. Так, былай жақшаға аламыз. Аны былай алып тастайық. Так, бұдан қандай мән шығады? Бұдан 0 шығады. Иә, 0 шығады, дұрыс. Неге? Себебі 0 мен 0-ды қосамыз. 0-ге 0-ді қосқан кезде не болады? 0 болады. 0. Және мынаның ішінен 0 шығады. Мына жерде 0 болады. 1-ге 0-ді көбейтеміз. Математикалық жолмен кәдімгідей 0-ді аламыз.